Әріптестер осы Шымкентте болып көрінер ме? Нұрсұлтан неге сұрадың? Әрине Шымкентте болдық. Жалпы Шымкент атына зат сай қала, өте шырайлы шаһар. Мен бір рет болдым, егер уақытым болса, міндетті түрде тағы барам. Мен де сөйтем. Неге дейсіздер ғой? Себебі Шымкенттің ажары қазіргіден асып түспек. Шымкент Сити дегенді естулеріңіз бар ма? Я бүгінгі ақпаратымыз осы жайлы болмақ. Шырайлы шаһар тұрғындарының құлақтарына алтын сырға. Енді бірнеше жылда 70 мың тұрғынға арналған жаңа аудан өсіп шықпақ. Мынауың Дубайдан бір кем емес қой. Әріптестер, Дубайды қайтеміз өзіміздің Шымкент тұрғанда. Бүгін болашақ қаланың нобайын көрсетті. Жаңа орталықта 70 мың адамға арналған 316 заманауи көпқабатты үй тұрғызылмақ. 7 мектеп, 21 балабақша және 2 емдеу мекемесі де салынады екен. Шымкент Сити 427 гектар аймақта қанат жаятын болады. Айтпақшы, ондағы баспана қол жетімді бағамен мемлекеттік бағдарламамен үлестіріледі. Ал жобаның қанша тұратынын білесіңдер ғой? Қанша, Нұрсұлтан? 1 миллиард доллар, онdan 6 миллиард теңгесін қазына төлесе, қалған соманың барлығын инвесторларға келеді. Бұл жоба қаланың әлеуметтік экономикалық және инфрақұрылымдық дамуына тың серпін бермек. Жаңа жоба шеңберінде жолдар, жолайрықтар, саябақтар және демалыс орындары пайда болмақ. Яғни қаланың туристік әлеуеті еселеп артатын болады. Хош, Шымкент Ситидің тұрғыны болса қарман жоқ. Ақша жинай берек осы бастан.